Сәлем достар, бүгін көпшіліктің сүйіп жейтін қоюлатылған сүт пен жаңғақ қосылған бәлішті термомикс көмегімен дайындаймын. Сіздерден лайк пен комментарий күтемін. Чашаға 100 грамм сары май, 200 грамм ұн, жарты шай қасық қопсытқыш, 100 грамм қант, 2 жұмыртқаның сары уызын салып, 20 секунд 6 жылдамдықта қамырын илейміз. Қамырды жинап, бір ыдысқа салып қоямыз. Чашаны жумай, бәліш салмасын дайындауға кірісеміз. 250 грамм вареная сгущенка, 150 грамм грек жаңғағы, 1 жұмыртқаның ағы уызын салып, 10 секунд 3 жылдамдықта араластырамыз. Қамырды үлкен және кішкентай 2 бөлікке бөлеміз. Диаметрі 21 см формаға үлкен бөлігін қолмен төсеп шығамыз. Және де қамырдан бортики жасап шығамыз. Бәліш салмасын салып, бетін тегістеп шығамыз. Қамырдың кіші бөлігін оқтаумен жазып, жолақтарға кесеміз. Осы жолақтардан бәліш бетіне тор жасаймыз. Жиырма 25-30 минут 180-200 градус пеште пісіреміз. Осындай бәлішті міндетті түрде жасап, отбасыңызға шаймен ұсыныңыз. Менің видеома лайк, комментарий қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Шайларыңыз тәтті болсын.